Қайырлы күн, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен интернеттен неше түрлі өзімізге қажетті психологиялық тесттерді қайдан алуға болады деген сұраққа жауап берейін деп отырмын. Ол үшін біз Яндекс браузеріне кіреміз. Яндекс браузеріне кіргеннен кейін Массагет деген сайтқа кіреміз. Массагет KZ деген сайтқа кіре аламыз. Бұл жерде Қазақстанның әлемдегі әртүрлі деген сияқты әртүрлі тақырыптарда соңғы жаңалықтар дейді. Әртүрлі тақырыптарда жаңалықтар көрсетіледі. Соның ішінде қазір ашылсын. Соның ішінде біз іздеу жүйесіне жазатын боламыз. Психологиялық тест деп. Күтейік. Сабыршылау болып жатыр. Енді психологиялық тест, яғни бұл жерде әртүрлі тақырыптарда берілетін болады. Соның ішінде біз психологиялық тест қай ағашты таңдайсыз дегенді бастайтын болсақ, неше түрлі бізге қажетті психологиялық тесттер шығатын болады. Соның ішінде сіз қай ағашты таңдайсыз деген сілтемені басатын болсақ, қай ағашты таңдайсыз. Суретімен, сонымен қатар оның сипаттамалары жазылып отыр. Барлығы түсінікті тілде жазылған. Бұл жерде сіздер тек қана психологиялық тест қана емес, психологиялық кеңес те алуыңызға болады. Психологиялық кеңес. Ата-ана мен баланың бір-біріне кешіре білу. Психологиялық көмек. Көрдіңіздер ме? Өстіп арғай қаншама психологиялық кеңестерді алуларыңызға болады. Бұлар сіздер үшін жұмыс барысында қолдансаңыздар болады. Өте таптырмайтын құрал деп айтуға болады. Бұл нәрселердің барлығы, яғни оқушыларыңызды қызықтыруға, сонымен қатар әртүрлі тренингтерде жүргізсеңіздер, өте өздеріңіздің аудиторияларыңызға ұнайды деп ойлаймын. Олай болса, бүгінгі біздің шығарылымыз осымен аяқталды. Аман сау болыңыздар.